Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қолдан құлпынай қосылған балмұздақ әзірлейтін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Ұнаса, лайк басып пікір қалдырып отырыңыздар. Керек қоспаларымызды алдын ала дайындап аламыз. Жуып тазаланған құлпынайдың үстіне сливкидан аздап құйып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Міне осылай құлпынайымызды жақсылап езіп аламыз. Бөлек ыдысымызға сливкиімізді өлшеп құйып аламыз. Үстіне қант қосамыз. Құрғақ сливкиімізді қосамыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығына қойып араластырамыз. Барлығы араласып бір келкі болғанша араластырасыздар. Енді үстіне бағана езіп дайындап алған құлпынайымызды қосамыз. Тағы да бір рет жақсылап араластырып жібереміз. Шет-шетінде араласпай қалғандарын осылай силикон қалақшамен ортасына қарай салып, тағы да араластырасыздар қолмен. Осылай бетін тегістеп, қақпағын жауып, морозильникке қойып, осы күйінше қатырып алсаңыздар да болады. Болмаса, арнайы осындай силикон формаларға салып, морозильникке қатырсаңыздар болады. Осылай таяқшаларын саламыз, содан кейін қасықпен әрқайсысын толтырып шығамыз. Толтырып болғаннан кейін осылай столдың үстіне ұрып, ауаларын шығарып тастаймыз. Дәл осылай келесі формамызға да салып аламыз. Оның да ауасын шығарып, бетін тегістеп, морозильникке қатырып аламыз. Әбден қатқан балмұздақтарымызды абайлап осылай формасынан ақырын шешіп алатын боламыз. Міне осылайша біздің балмұздақтарымыз дайын болды. Өте дәмді әрі тиімді. Негізі бұл рецептпен әжептәуір балмұздақ шығады. Мен сіздерге бір бөлігін ғана формаға салған түрін көрсетіп жатырмын. Міндетті түрде сіздер де үйде жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.